Кеш, қымбатты менің оқырмандарым, жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Бүгін сіздерге балалардың құлағына дәріні тамызу жөнінде айтатын боламыз. Ең алдымен дәрі тамызбас бұрын қолды жақсылап жуып тазалап аламыз, кептіреміз. Содан кейін барып баланың құлағын тазалауға көшеміз. Баланың құлағын тазалау үшін мынадай ухачистканы қолдануға болмайды. Балаларға арналған арнайы шектеулігі бар құлақ тазалағышты қолданасыздар. Балалардың құлағының өзінің ерекшелігі бар. Барабаны құлақтың жақын орналасқан, сондықтан құлақ шыққышты терең енгізуге болмайды. Қазір мен видеомен көрсететін болам, сол кезде анығырақ байқайсыздар. Енді дәрі жөнінде айтатын болсақ, дәрілік затты тамызбас бұрын ең алдымен қолымызға алып, дәріні сырттай жақсылап жылытып алу керек. Себебі мұздай дәріні құлағына тамызатын болса, бала одан құлағы тітіркенуі мүмкін. Сондықтан да ең алдымен тамызатын дәрінің сыртын қарайсыздар, сұрағын қарайсыздар, атауын оқисыздар, содан кейін алақаныңызда ұстап 5 минут аралығында қолыңызда жылытып алыңыз. Содан кейін барып, қазір видеодағыдай құлағын тазалап, құлаққа дәріні тамызуға көшесіздер. Кеттік. Балаларға арналған ухачистканы алып, құлақ қалқанын сыртқа қарай тартып, мынадай қылып тазалап аласыздар. Қатты терең енгізуге болмайды, себебі ауырсыну сезімін тудыруы мүмкін. Іштен шығатын қылық ол құлақтың қорғаныш реакциясы болып саналады, сондықтан да мынадай сарылардың шығуы ол нормальный процесс болып саналады. Осындай қылықтардан тазартқаннан кейін қолыңызға жылытылған дәріні аласыз да, содан кейін баланың жас ерекшелігіне байланысты, егер де 1 жастан асқан балалар болса, құлақты жоғары қарай тартып жаймен құясыздар, ал 1 жасқа дейінгі балаларда құлақты төмен қарай тартып, ішке дәрілік затты тамызуға болады.